жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет, уайымдама. Жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет. Шынымен де оны сүйіп қалдың ба? Сүйемін деп тағы күйіп қалдың ба? Әлде оның күліп тұрған бейнесін жүрегіңнің түкпіріне салдың ба? Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббат қабат. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббат қабат. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Уайымдама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет, уайымдама. Жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет. Сөздерімді тыңда, бәрі әлі алда. Сүйемін деп бұнда, тек алданып қалма. Қыздардың көздері сөздері бал, өзгеріс қаласаң өзгеріп ал. Шын сезімді сезіп ал. Сөздерімді тыңда, бәрі әлі алда. Сүйемін деп бұнда, тек алданып қалма. Қыздардың көздері сөздері бал, өзгеріс қаласаң өзгеріп ал. Шын сезімді сезіп ал. Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббат қабат. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббат қабат. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Уайымдама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет, уайымдама. Жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңнен көрдім от, сен секілді мені ешкім тербемеді. Келші бері сөйлесейік бет-бе-бет. Қандай әдемі ән? Рахмет. Өте қуаныштымыз өзіңді көргенімізге. Мен де қуаныштымын. Өзгерісті қаласаң өзгеріп ал дейді. Нағыз өмір көркемнің көрермендері жақсы көретін сөздер. Жайғаса ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ұлттық арнада жұманың әдемі түскі уақытында өмірдің жақсы тұстарына фокус жасайтын өмір көркем бағдарламасы тікелей эфирде осындай әдемі әнмен басталды. Таныдыңыздар деп ойлаймын. Мынау баяғы кішкентай бол емес пе деп отырған шығарсыздар көпшіліктеріңіз. Бұл сөзге бізде аллергия бар, иә? Қазір талқылаймыз. Құрметті көрермен, бүгін бір сағатта не туралы айтатынымызды сіздерге бір шолып өтейін. Ал талай ән додасына қатысып, жеке шығармашылығын қолға алып жүрген жас жігіт әнші Мұхаммедәлі Жүгінісов бізде қазір сұхбат болады. Одан кейін қазақстандықтардың отбасы құру статистикасы, отбасы беріктігі туралы ақпараттар әдемі кейіпкерлерімізбен танысу клубында танысқан отбасылық жұппен болады. Және бүгін бағдарламамыздың 3-ші бөлігінде сіздер қатты жақсы көретін теледәрігер бағдарламасының қайта эфирге оралуы туралы, оның ауыспайтын, ешқашан ауысуы мүмкін емес жүргізушісі Гүлжазира Берікқызымен сұхбат құрамыз. Бұл өмір көркем, сонымен достар бастаймыз. Өмір көркем.
Сонымен Мұхаммедәлі, қош келдің. Қош көрдік. Шыны керек бәрінде, көптен көрмеген адам бәрі осылай айтады ма, қалай өсіп кеткенсің, қалай өзгеріп кеткенсің деп. Тіпті жас кезден қазіргі апгрейд салыстыратындар көп шығар, Енді көбісі айтады, бана гримеркаға келгенде де өзіңіз айтып жатсыз, кішкентай кезінде осындай шашпен жүретін едім деп. Барлығы, баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Осы сұрақты көп қояды, енді көптен көрмеген адамдар көргенде айтады, осындай кішкентай болып жүретін едім ағалардың ортасында деп. Сағат неше болды? Сағат 1-ден 18 кетті. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы күн. Күн болып қойыпты ғой. Мұхаммедәлі Таңшолпанға келетін бізге. Мен Таңшолпан жүргізетін кезде менің ойымша ол ассоциативті. Мен сені қалай ассоциативті кішкентай бала деп ойлап қалып жүрсем, сен мені Таңшолпан деп тұрсың ғой. Жақсы, бірде-бір. Сонымен, құрметті көрермен, Мұхаммедәлінің ұсынатын жаңалығы көп. Жаңа бағыты, жаңа тректері, жаңа апгрейд, намаз уақыты болып жатыр. Жұма намазының уақыты басталып жатыр. Біздің есімізге салып қойдым. Жаңалық көп, сондықтан Жүгінісовтер әулетіндегі тағы бір таланттың жаңалықтарын біз қазір бірге білейік. Америка дауысына барайын деп жатырмыз. Ойда бар, қазір ұсыныс заявка дейді ғой, ұсыныс заявка, енді кәдімгідей заявка тастаған жоқпыз, бірақ дайындалудамыз. Әндер, көптеген әндер жаттап жатырмын қазір. Енді қазір бір проекттемін, сол проектке қатысып жүрмін, оның қазір атын атауға болмайды. Енді бұйыртса, сол проекттерден жақсы өткеннен кейін, бұйыртса сол Америка даусына баруға пландап жатырмыз. Ол проектті бізде енді айтпаймыз, бірақ ол ұлттық арнаның жобасы. Ол жерде осындай әп-әдемі, креативті, біздің еліміздегі қандай әдемі, жалпы қазіргі миллениалдар дейміз ғой, өнердің амбассадоры болып тұрады ғой келбетімен. Сұрасаң, модельсің ба десең, жоқ дейді. Кімсің десең, мен айтишникпін. Бәрі сондай әдемі, бір түрлі креативті, ештеңе істеудің қажеті жоқ, жай ғана еркін өмірдің жастары. Супер. Жоба жақында эфирге шығады, ол жерде Мұхаммедәліні көретін боласыздар. Әзірге ақпарат таратуға біздің мүмкіндігіміз жоқ, болмайды бізге. Тректер, қандай әндер? Енді тректерден бұйыртса жақын арада жаңа ән дайындап жатырмыз. Жарыққа шығады. Махаббат туралы. Әрине. Әрине махаббат туралы. Және де Мирас ағамен фит дайындап жатырмыз. Осы фитті көп адамдар күткен сияқты. Мирас ағаның фанаттары да, мен де фанаттарым барлығы күтіп жүрген сияқты. Енді бұйыртса барлықтарыңызды қуантамыз деген ойдамыз, көңілдеріңізден шығамыз деген ойдамыз. Күтіңіздер. Мираспен фит болатыны туралы біраз бұрын ұлттық арнада айтқан болатынсың өзіңе. Күтіп жүрміз шынында бәрімізде. Бұл қандай стильде болады? Енді попса, поп музыка стилінде болады, қазақша тілінде болады. Қазір процесте дейді ғой, қазір жасалып жатыр. Жарыққа шыққан кезде клиппен кәдімгідей әдемі сіздерге көрсетеміз деген ойдамыз. Жалпы Жүгінісовтердің жігіттері сол ұлттық арнада бір әдемі көрініс болған. 8 наурызда барлықтарыңыз бірге, тіпті кішкентай бір, сізден кейінгі есімін ұмытып қалдым? Альтаир бар. Аналарыңызға мама деген әйгілі әнді айтып бергенсіздер, бүкіл мамалар жылап, еңіреп, хабарласып, рахмет айтып. Жүгінісовтердің жігіттері, енді жігіттер деп айтамыз, бәрі өсіп қалды, бәрі жігіт. Бауырластық қарым-қатынастың бір үлгісін көрсетіп жүр бүкіл елге. Мен Мираспен фит ол сондай бір бро деген форматта болады деп ойлағам. Махаббат туралы, Енді нақты білмейміз енді. Ән әлі жоқ. Ән жалпы менің әнім жасалып жатыр, бірақ та қазір шыны керек кіріскен жоқпыз фиттің өзіне. Өйткені қазір Мирас аға жаңа өлеңдеріне, әндеріне клип түсіріп, осы жақында жаңа ән шықты, Грузияда клип түсірді, көрген боларсыздар. Қазір осы жақында кеше қарағанда Инстаграмда клип түсіріп жатқан. Енді қолы босағаннан кейін біз уақытымен келісіп қойдық, енді бұйыртса осы келесі айда кірісеміз. Бірақ та қазір мен өзім творчествома кішкене мән беріп жатырмын. Фит жазу туралы ұсынысты кім айтты, Мирас па? Мен өзім. Мирас ағамда... Әнжөз ойықшы дедім. Енді Мирас аға енді кетімен ғой, стадиондар жинап жүрген кісі. Әрине. Неге жазбасқа? Өйткені крутой певец,
Мен ағам Әлі дауыс үйлесімі бар. Дауыс үйлесімі барлығы күшті келіп тұр деп ойлаймын. Өйткені біз ағайынды жүгіністер болып шығып жүрдік қой. Рүстем ағамен, Мирас ағамен бірге. Барлығы мықты күшті болады деп ойлаймын. Соған сенемін. Сөзсіз бізде күмәнданып отырған жоқпыз. Күтеміз, енді созып жүрмеңіздер. Мирастың жаңағы графигі тығыз екенін білеміз. Бірақ енді бауырына бір уақыт арнап, жаңа жылға дейін осы жерде тұсаукесер жасап, бір көрейік. Жобалардың бірінде, ұлттық арнаның жобалардың бірінде Мирас пен Рүстем, Мирас пен Мұхаммедәлі фит жасайды деп уәде беріп отыр. Сонымен біз бірақ қазір осы әншіліктен өзге де бір бағыттағы жұмыстар бар екенін білемін. Ол қандай жұмыстар? Көрерменге түсіндіріп өтсек. Ол енді творчестводан басқасы ма? Бизнес. Соны айтамын. Жүгінісов Parfums, Рүстем ағаның бизнесі. Енді бірге жұмыс жасаймыз, бірге көмектесем енді ағама. Дебют деген атты тағы магазиндер бар, бизнестер бар. Келіңіздер, күшті киімдер аласыздар, спортивный. Осылай. Бұл жерге келген адамның бәрі көбіне бизнес егерлері келеді. Халықтан шыққан, қарапайым, нөлден бастап, қалай миллиондар табуға болатыны туралы осы жерде көп айтылады. Және тек сәтті халық жақсы көретін әншілер ғана келеді. Комплимент ол сізге. Бизнес туралы сөзді бекер бастап отырған жоқпын. Оны мен жалпы шығармашылық, жалпы өзі кез келген коуч бәрі айтады ғой, консультант. Шығармашылық адамына ол нақты бизнеспен айналысу қиын деп. Енді ол адамға байланысты деп ойлаймын. Ол жалпы әртістің болсын, қандай адамның болсын, сана сезіміне байланысты. Біріншіден, екіншіден, жалпы бизнес қалай, ол қаншама ақша кетіру керек, смотря қандай бизнес ол. Мысалға, бизнестер әртүрлі болады ғой, әртүрлі бизнес болады ғой. Мысалы, парфюм сатасың, киім сатасың, оны сен білуің керек, қанша ақша кетіру керек, оған қалай ақшаны ұстау кереккен білуің керек, қай жерден тауар алу керек. Оны бәрі білесің. Енді оқыдың ба бірдеңе? Ондай оққан жоқпын, бірақ енді база дейді ғой. Базаны енді менің ойымша сол бизнеспен начинающий дейді ғой, новичоктар болсын, бизнеспен айналысып жүрген адамдар болсын, қазір кішігірім де болсын, сол информацияны білет деп ойлаймын жалпы. Айналаңдағы коммуникациядан танып жүріп, 19 жаста бизнес жасап бастап кеттік. Бірден қателіктер бар, сол қателіктерді үйреніп. Ол қателіктер болады, әрине. Қателесесің, ол бірақ та ол қателіктердің арқасында опыт жинайсың ғой. Түсінесің, көресің дегендей. Осыдан 2 күн бұрын ғана осы жерде 19 жасар бизнесмен келді. Осы ел бойынша 350 филиалы бар, кофеханасы. Дубайда ашайын деп жатыр екен, жылдық айналымда ұмытып қалдым, 75 миллион ба, бір сондай көп ақшасы бар екен. Оның негізгі жаңағы айтып отырған инсайды көрермендерге ең бастысы қателескен кезде бұны сабақ деп қабылда дейді, өзің айтқандай. Ал сен көрерменге не айтар едің? Енді мен бизнесмен емес, мен біріншіден әншімін. Бизнес туралы. Бизнес туралы мотивация, да? Енді мотивация, қандай мотивация берем? Енді өзім сияқты балаларға, қыздарға қандай мотивация берем? Біріншіден, өзіңе әрдайым сену керек, қорықпау керек. Енді риск дейді ғой, рисковать ету керек. Тәуекел болу керек. Тәуекел болу керек. Әрине, қорықпайтын болсаңыздар, бизнесті, менің ойымша, бизнесті білімді адам жақсы бизнесмен болады деп ойламаймын. Менің ойымша, мықты бизнесмен ол қорықпайтын, рискқа бара алатын адам деп ойлаймын да. Тәуекел және сенімділік. Бірақ та информация керек, әрине, білім ол керек деп ойлаймын. Бірақ осының екеуі болатын болса, тіпті керемет болады. Сол үшін де құрметті достар, аға бауырлар, сіздерге мотивация, ештеңеден қорықпаңыздар, рискуйте. Қандай сала болсын, әншілік болсын, творчество болсын, бизнес болсын, спорт болсын, ол барлық салада керек. Ол осы екі качество болса адамда, барлығы болады деген ойдамын. Болды. Тікелей эфирде тегін тренинг өмір көркем бағдарламасы жалғасуда. Хабарласыңыздар, Мұхаммедәлі Жүгінісов, мәлже номер. Супер, негізі Мұхаммедәлі кішкентайынан юмор жағынан үнемі, белсенділік жағынан Рүстем Мирас тұрса, бірақ ең жылдам жауап беретіні сол Мұхаммедәлі болатын, әлі де сол қалыпты. Біз қазір видео көрсеткіміз келіп тұр көрермендерге. Онсыз қалай, кішкентай Мұхаммедәлі және Данелия Тулешева. Бұл жерде Мұхаммедәлі өзі.
жиып өскен әсем гүлін құшаққа жиып өскен жиып өскен жиып өскен Бұл қанша жас? қателеспесем 2014-2013 жыл Артекте өткен байқау, Новая волна, халықаралық байқау. Бұнда мен Қазақстан Новая волна байқауында бірінші рет орын алды. Киркоровтың реакциясын қара. Осы жылы Қазақстан бірінші рет орын алды. 2013 жылы детская Новая волнадан үшінші орын алдым. Бұл Алияны шырқап жатқан. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, эмоцияны, шашты, взглядты. Беріліп. Жалпы Мұхаммедәлі бір байқауға барып, мен есімде жоқ, өте көп байқаулар болады. Жеңімпаз болған, менің ойымша ең медалі, жаңағы кубоктары көп, үйдегі сен. Рүстем, Мирас, сәлем. Сіздерде фанат көп болса, бізде медаль көп. Бізде медаль көп, Қалжың ғой, әрине. Сіздерде хит көп, Мирасағда хит көп, менде медаль көп. Бірақ бұйыртса хиттар тоже болады, өйткені біз Мирас ағамен бірге фит жазамыз. Менің ойымша мәселе кіммен дуэтте емес, менің ойымша мәселе сен бойыңдағы ол ерекшелікте, артықшылықта. Мысалы, кеше жақында осымен Данелиямен дуэт болып жатыр ғой. Данелияның бала кездегі суреттерімен қазіргі әдемі қыз болып өскен ғой. Өте тартымды, тәп-тәтті неге коллаждар жасап қойыпты да пабликте. Астында пікірлерді оқисың ғой, міндетті түрде 3000 пікір бар. Бәрі Тейлор Свифттан асып кетті. Тейлор Свифтқа ұқсатқан, Тейлор Свифт Америкадағы қазір нөмірі 1-ші орындаушылардың бірі, миллионер. Содан әдемі қыз Америка сахнасын жаулап алайын деп жатыр, деп айтып жатыр да. Және даусын бәріміз білеміз. Мен ойымша, ол Данелияның бір артықшылықтарының бірі. Мирастың артықшылықтары өте көп. Шыны кереген, сіз қазір Мирас, қайдағы Мирас? Мұхаммедәлінің, кешірім сұраймын. Мен Мираспен хит жазам, хитім көп болады деп отырсыз. Менің ойымша, мәселе Мираспен хит жазғандай емес. Мәселе сіздің өзіңіздің көрерменіңізді түсінгеніңізде. Ол мен келісем, бірақ та енді мен үшін жақсы сондай бір мүмкіндік деп ойлаймын. Өйткені осындай ағам бар болғанын мақтанам. Біріншіден, екіншіден маған жақсы осындай бір мүмкіндік хит болуға. Лифт қой, лифт қой, көмектесшерге. Және де тек қана ол емес, өзімнің сондай бір желание дейді ғой, қатты желанием болды Мирас ағамен фит жазуға. Өйткені әндері керемет, стилі да керемет. Қай ән ұнайды Мирастың? Бүкіл әндері ұнайды. Мың есе сүйемін, әндетемін, 10 есе көп қой, тали ты деген сияқты өлеңдері, орысшада өлеңдері бар. Шақта менде үнемі Мирас ғана барлық өлеңдерін білем. Тамаша. Мұхаммедәлі, сенің көрерменің сенен қандай ән тыңдайды? Қандай ән күтеді? Енді қазіргі дайындалып жатқан ән, сол Мирас ағам өзі жас берген өлең маған. Сол әнді маған сый-сапат ретінде сол беріп жатыр. Осы өлеңді Мұхаммедәлі әнім шығар деп. Сол өлеңді енді шығару керек болып отыр. Келесі айда шығады деген ойдамын. Қайырмасы қандай? Қандай сөздер бар ішінде? Ол сөздері, енді мынандай бір проигрышы бар. Деген сияқты. Болды, арғарай айтпай қойын. Кішкентай ғана анонс, құрметті көрермендер, міне болды, эксклюзив болып қалды деп ойлаймын. Жаңа айтып жатырмын, ұшаққа мінгенде шыны керек 1,5 сағаттық ұшақ барысында Мирастың әндерін тыңдаймыз. Сол плейлистта сіз де боласыз деп ойлаймын. Сізге 1 жыл береміз. Бұйыртса. Бір альбом толсын. Бар күшімді саламын. Тыңдайық, рахаттанайық, риза болайық. Apple Music'те алдыңғы қатарға шығыңыз, міндетті түрде стримингтарға салыңыз, мақтанып отырып, қайта-қайта қонаққа сізді келтіремін. Шыны керек, осы жаңа әншілерді эфирге келтіре алмаймыз, құрметті көрермендер. Уақыттары жоқ. Солай жүрек соңыңыздан қуып. Әмин, айтқаныңыз келсін, рахмет көп-көп. Ой, осы жап-жас болып отыратын еді, жерде дейміз сол кезде. Лайым, жолыңыз ашық болсын, біз тілекшіміз бәрі жақсы болсын. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Ауырмайық, сырқамайық, осылай күлімдеп ойнап жүре берейік. Сізге рахмет. Өте керемет, жақсы сұхбат болды, көңілді болды. Құрметті көрермендер, сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта өлеңдермен, өзім творчествомен сіздерді қуантамын.
Рахмет баршаңызға. Иә, жаңа грим бөлмесінде айтып жатырмын ғой, біздің қазақтың Кардашьяндары деп бүкіл отбасымен көз алдымызда, бүкіл көрерменнің алдында әдемі берекенің, бауырластықтың, татулықтың үлгісі болып келе жатыр. Сіздің де, ағаларыңыздың да, өсіп келе жатқан әлтер ініңіздің де жетістіктерін күтеміз, қуанамыз, бәрі жақсы болсын. Ардақты ағайын, бұл өмір көркем Мұхаммедәлі Жүгінісов біздің студияда эфирде болды. Аздаған үзіліс, содан кейін хабарымыз жалғасады. Өмір көркем. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Тікелей эфирде жұма жақсы күнде өмір көркем. Біздің бағдарламамыз бүгін бір әдемі басталды, берекелі, жақсы, сондай жүрекке жақын, жылы тақырыптармен. Дәл сол қарқынмен жалғастырайық. Көпшілік осы кезде бір танысу айтады ғой, халық арасында тарап кеткен нормальный жігіт жоқ деп, немесе нормальный қыз жоқ деп, міне сол сияқты танысу қиын деп жатады. Ендеше осы ел арасында танымал болып кеткен қатты бір көп талқыланатын тақырыпты бізде айтайық деп шештік, бірақ жай ғана айтып талқылап қоймаймыз. Әдеттегі біздің дәстүр бойынша шешім жолдарын ұсынамыз, әйтпесе біз боламыз ба. Сонымен, бір жылдан бері жалпы Астана жастарының арқа сүйейтін ұйымы пайда болған екен. Арқа сүйейтін дегенде қалай енді? Сіз не туралы айтылып тұрған елестете де алмайтын шығарсыз. Ақша бермейді, үй сыйламайды, білімге қатысы жоқ, өмірлік жар тауып беруге көмектеседі. Өйткені бұл қазір өте өзекті, жаңа айттым ғой. Елімізде некеге тұратындардың саны азайып кеткен екен. Білесіз бе, биыл 54 мыңға жуық жұп некелескен. 10 жыл ішінде көрсеткіш 30%-ге төмендеп кеткен. Күлкі-күлкімен бұл бір әзіл қылып айтатын да мәселе емес. Дей тұрғанмен енді жалпы 35 жастан кейін некелесетіндердің саны көбейген. Бұл бәлкім саналылықтың бір көрінісі шығар. Осындайда танысу алаңдарының бар болғаны жақсы ма деп қаласың ғой. Осыны ұйымдастыратын Айша Шолпанова деген ару бар. Ол бізге арнайы Алматыдан келіп тұр. Өзі қосқан жұпты да студиямызға ала келген. Танысу студиясы деген жалпы мүмкін ба? Ол жерде танысатын адамдар қосылып кете ма? Ол жерге барғанда ұялмай ма? Бір-бірімен қалай танысып кетеді? Бір-біріне ұнамай қалса қалай болады? Танысуға келгенін қалай айтады? Сұрақ көп, иә, шын мәнінде. Осы сұрақтардың барлығына біз жауап алайық. Ендеше біздің студиямызда Күркебаевтар отбасы және осы танысу студиясын ашқан Айшолпан ханым. Келіңіздер, сіздерді шақырып жатырмын. Қайырлы күн. Айша Айшолпанова. Қалай жұпты? Дұрыс па? Айша Шолпанова. Айша Шолпанова. Кешірім сұраймын, жайғасыңыз, айдетпеңіз. Және Күркебаевтар отбасы. Қалайсыздар? Жақсы. Қош келдіңіздер. Сонымен кішкене бері отырыңыз, араларыңызды ашып, біздің режиссеріміз. Күшке әйеліңізден енді бір 10 сантиметр әрі отырасыз ба? Бірі жақсы жүреді екен. Түсіндім ғой енді, бірақ режиссер сіздерді бірге көрсетпейді, бөлек та көрсеткенде былай. Құлағыңыз кіріп кетпесін кадрға. Әлде бәрі бірге болу керек па? Қош келдіңіз. Сіздің осы студияны ашқаныңызға қанша жыл болды? Студияны ашқаныма 2,5 жыл болды, ал танысу кешін жүргеніне 1 жыл болады бұйырса. Ол қандай? Ол тендер емес, иә? Ол жоқ, ол тендер емес, жеке меншік өзім ашып алған. Тендер емес, жеке меншік ашып алған өзім кешім ғой. Қазір таңда ресми тіркелген енді, кәдімгідей? Ресми ешнәрсе тіркелмеген. Бұл жерде енді әркім өз қалауымен келеді ғой. Әлеуметтік желіде жазасыз, содан адамдар келеді, иә? Мен TikTok желісіне шығарам реклама. Сол рекламаны көріп, бойдақтар өздері келеді. Яғни біз мен тойханаға жинай бойдақтардың бәрін. Жақсырым. Былай ғой енді, мен реклама салам, сол бойдақтар көреді. Көргеннен кейін жаңа тойхананың адрес беріледі. Сол жерге бойдақтар келеді, тойханамызға кіреді. Бізде 3 топқа бөлінеді, 25+, 35+, 45+ боп. Сонымен жаңағы бір тойханада енді бір столикте 12 адам отырады. 12 адам отырғызам, 25+-ті, келесі столикқа отырады 35+-тар. Сөйтіп бөліп қоям, бірақ жас айырмашылық бөлмеймін. Бір үлкен жиналыс стөлі сияқты болады? Жоқ, кәдімгі той студиясы, той. Домалас стол болады ғой, дөңгелек стөл тойдағыдай. 12 адам отырады, солай болады, солай таныстырамыз. Жиналады, сөйтіп отырғызамыз, отырғаннан кейін мен сөйлеп бастаймын өзім. Таныстырамын, қандай кеш, қалай болады деген сияқты. Содан кейін болғаннан кейін әр қатысушы тұрып өз туралы ақпарат береді. Мысалы мен осындаймын, осындай жолғамын деген сияқты ақпарат берді. Сөйтіп менде жоқ дегенде бір отырысқа 100-ден жуық адам келеді. Сол 100 жуық бойдақтардың бәрі таныстырып шығады. Ақылы ма билет? Иә, кіру бақы ақылы. Өйткені тойхана деген әр қалада әр қалай. Тойханаға байланысты. Ақысы бар, басқасы бар. Тойханаға байланысты. Кіру құны бар, сонымен столдың жайылатын столы бар деген сияқты ғой. Солай?
Ал егер бір қыз екі жігітке ұнап қалса не болады? Болады, Немесе- ондай ситуация Иә. болады бізде. Ол кезде қыздың өзі неға сөйлесіп көреді. Күлдіңіздер ғой. Бірінші мысалы, ондай мен специально ойын болады да ненің арасында. А, Специально шоколад беру ойыны болады. Мысалы, ол жерде енді бір көргенде симпатия ашылады ғой. Ұнату болады да. Мысалы, бір жігіт екі қызды ұнатып қалады. Иә. Сол кезде жаңағы жігіт екі қызға да бір қызға сағыз береді екі жігіт. Жаңағы мысалы сағызды шоколад деп сағызды алып қалады да жігіт. Қыз ұнаған жігіттің ғана қабылдайды. Екеуін бірдей қабылдамайды қыз. Біреуін ғана жүрек қабылдайды. жараланып кетеді дейсің. Жоқ, ондай ештеңе болмайды. Біз ондайға бір не қылып, ұрсып, ренжіп қал деген жоқ. Түсінікпен қарайды бәрін. Менің мысалы кешіме тек сөзі дұрыс түсінетіндер келеді. Түсінікпен қарайтын, бәрін өз-өзін ұстай алатын деген. Адекват. Адекват адамдар келеді отырысқа. Солар. Бізде бір видео бар, енді сол қалай ол деп отырған шығарсыздар, құрметті көрермендер. Танысу кештерінен түсірілген сырттай видеолардың бірі, көрсетейік. жігіт болса нақты сөйлесе алатын, ішінен пікірін сақтап, менің ішімдегі тап тимейтін сондай жігіт болса танысуға қарсы емеспін. Вау. Кәдімгі той сияқты болады. Кәдімгі той сияқты. Бір-бірін танымайтын адамдар жиналып алып. Ешкім танымайды, сол жерге келіп танысамыз бәріміз. Қызық, Өте қызықты. Қанша рет өткіздіңіз осынша уақыттың ішінде, 2,5 жылдың ішінде? Мен сізге айтайын, шындық келгенде бір 47-48 рет өткіздім. 50-ге жуық, иә? 50-ге жуық. Қаншадан үйленді? 48 адам үйленді. Мен аптасына, мысалы, бір айда 4 аптама, каждый суббота жасаймын ғой отырысты. Еліміздегі отбасы идеологиясын нығайтып жүрген адамдардың бірі ғой. Өзіңіз отбасылысыз ба? Иә, өзім 3 баланың анасымын, Құдай қосқан қосағым бар. Сіз қалай таныстыңыз күйеуіңізбен? Енді менікі долгая история десең. Кішкене, қай жерде таныстыңыз? Далада. Қалай Далада таныстым. болды? Ол қанша жыл бұрын? Осыдан 10 жыл бұрын. Неге бұлай студия ашу туралы шешім келді Мен дегенім ғой? негізі бұл істі өмірде істеген. Шындық келгенде осыдан 15 жыл бұрын осы іспен айналысқанбыз. Айналысқанда қалай? Мен бойдақтар көрсем тұра алмайтын болғам. Білмеймін неге екенін. Мысалы, бойдақ подружкам көріп болып қала ма, құрбым? Бойдақ бір танысым, мысалы, подружкамның ағасы біреу болып қалса, сразу отырам. Давай таныстырайық ағаңмен. Сенің подружкам Өзі бар. сондай болады өзі адамдар. Сондай болады. Қош жібергісі келіп тұратын жеңгелер бар. Иә. Сондай болып тұрсыз ғой, иә? Сондай болып Өмірлік тұр. миссияңыз. Астрологтар айтады, сенің өмірлік Сол миссияң ғой. осы деп. Сондай Сондай болып тұр. білгеннен кейін, қолдан келгеннен осындай не ашып отырмын ғой мен. Солай. Ал, міне енді құрметті көрермендер, мына жұп осындай танысу кештерінің бірінде танысқан. Бір-біріне сағыз берген ба, шоколад берген ба? Шоколад. Сағыз берді бұл кісілер. Қалай болды айттың? Қазір бір отбасы, иә? Қанша жыл болды отасқандарыңызға? Жыл болған жоқ әлі. Бұл ең соңғы не ғой? Осы жылғы аяқ жағындағылар. Недавно үйлендік. Жаңа мен күлдіңіздер ғой деп бекер сұраған жоқпын сіздерден. Сіз 2 шоколад бердіңіз ба, 2 сағыз берген болды ма? Жоқ. Қазір айтуға болмайды десеңізші. Жоқ, айтуға болады, мен былай айтып беремін кісілерді. Мен мысалы қазір таңда Алматы, Астана, Шымкент 3 қалада жүрмін қазір. Аха. 3 қалаға барып ұйымдастырамын осындай кешті. Бұл кісілерге мысалы мен Алматыда октябрьде бастадым, бұл кісілерге мен октябрьдің аяғында Шымкентке барған болатын. Өткен жылы. Өткен жылы, иә. Шымкентке бардым, сол кезде бұл кісі өзінің құрбысымен келді. Күйеу жігіт бізде досымен келді. Сөйтіп сол кезде ұнатқан бір-бірлерін, бірақ білдіртпеген. Енді бірінші кеш қой ұялған деген сияқты. Сөйтіп мен март айында тағы барамын Шымкентке. Сол кезде жігітіміз қызға сағыз беріп, сосын білдіреді ғой. Тағы да келдіңіз, иә? Иә, екеуі тағы да келді. Ол кезде менде группа деген жоқ етін. Бір-бірімен телефон алмаспаған ғой бірінші кезде. Бірақ қайтып іздеп келген. Болып қалатын шығар, келіп қалатын шығар деген ниетпен келген ғой жігіт қызды іздеп. Келіп қалған бұл кісі. Сол кезде о деген ғой енді. Сөйтіп сағызды береді. Байласқан ғой Иә, сөйтіп номерін алады. Сөйтіп екеуі көп ұзамай. Номерді алады, сосын. Иә, ары қарай айтып беріңіздер. Ары қарай 5 ай араласып жүрдік. Мартта жолығып, бір-бірімізбен танысып, Қайтадан. бетпе-бет, иә, тоже үйленетін жайымызды шешім қабылдап, 2 айдан соң үйлендік. Шілде айында. Жақында шілдеде той болды, Да, иә? той ұзатылу болды. Видеодағы тойлар ғой. Аха. Енді үйлену тойы болайын деп жатыр. Жоқ, болды. Болып кетті. Ұзатуда болды, 23 үйленуде бәрі болды, болып кетті. ұзату 28-і үйлену той болды, шілде айында. Ұнайтынын қайтадан әлде басқа қыз іздеп бардыңыз? Сұрайын ғой енді мен өстіп. Сұраңыз. Қыз қой енді. Сұраңыздар. Қалай болды? Бір-бірлеріңізді бәлкім келетін шығар деп бардыңыздар ма? Әлде бір үйлену керек еді, отбасын құру керек еді деп. Басында я ниет болды солай. Сосын бардым, подругаммен құрбым алып барды, осылай бір жақсы отырысқа алып барамын, сеніп алып барды, таныстық. Кейін араласып кеттік. Сосын уже шешім қабылдадық. Басқа жерлерде былай таныстық мүмкін болмады ғой сонда. Жалпы қай жерде танысамыз деп сұрайды қазір көбісі бойдақтар. Танысатын жер жоқ деп айтады. Ондай ой болған жоқ баста. Ондай болған жоқ. Сол құрбым алып барғаннан кейін себепші болып
солай болды ғой. Нечаянно случайно деген бар ғой. Иә. Сондай болып тұр бұл кісілерде. Сондай болды. Подружкасы алып барады, бұл кісі көрейін дейді ғой енді. Да. Негізі басында сөйтіп келеді маған бәрі. Не может быть деген сияқты енді. Мүмкін емес қой бұндай дейді. күмәнді қарайды адамдар. Иә. Да. Сөйтіп басында мысалы келген кезде мен билет заранее қабылдаймын. Кейде билет бермейді көп адамдар. А бірақ тойханаға келіп алады. Көрейікші шынымен ба өтірік па деген сияқты. Тойханаға тұрып алады. Кейде мен кіргізбей қоямын. Менде орын жоқ уже деп. Сөйтіп кәдімгідей ренжиді. Біз теңгем жоқ едік қой, кіре салайықшы деген сияқты ше. Действительно енді сондай ғой енді біздің қазақ деген ұят деген сөздер бар бір жағынан. Сөйтіп отырады. Қойшы деп бірақ барып келіп көреді. Келгеннен кәдімгідей таңғалып кетеді. Енді қашан болады? Бұйырса ертең Астана қаласында осы жерде, иә. Кеш сағат 8-де Иманова 47-дегі Люксор деген тойханада өтетін болады. Иманова 47-ге барыңыздар тойлақтар. Жастарыңыз қаншада? Сіздердің мысалы? Мен 28-демін. Сіз? 41-демін. 41-де. Екі үстелден екі категориядан қалай қосылып кеткен екен? Сол ғой сол. Жарайды, қалжың ғой менікі. 25 плюс, 35 плюс, 45 плюс, иә? Осы жас осындай категорияларға бөлінеді. Ертең кешкі 8-де танысу кеші болады, кім біледі. Келесі жолы эфирде сіз отырып қалатын шығарсыз сүйікті жарыңызбен. Жалпы осы сіздің танысқандардың ішінде жасы 50-ден 60-дан асқандар бар екен, иә? Love story түсіргендер бар екен. 65-ге дейін. Түсінікті. Бізде бүгін сіздерге бір тапсырма бар. Біз бүгін бұл белгілі психологтардың тапсырмалары отбасылық жұптарға береді. Мына жаққа жүріңіздер. Үйдің жалпы отбасы құрудың, үй болудың негізгі қағидалары қолда бармен, бар мүмкіндіктермен, әлеуметтік жағдайға қарап, бір-біріне түсіністіктің, бір-бірінің травма дейді ғой, неше түрлісіне қарап, қабырғаларын отбасының құрып шығу, иә? Сіздерге бірнеше зат, блокнот, түрлі түсті қағаздар, сурет салмайсыздар, қаламсап, бірақ осыдан үй тұрғызу керек, ешқандай желім жоқ. Қолдарыңыздан келгенше бірге құрасыздар ма, әлде жеке-жеке құрасыздар ма, өз еріктеріңіз біледі. Үй құрастырып шығыңыздар, иә? Сіздерге тапсырма сол енді. Отбасын құратын кезде кез келген отбасы, жалпы отбасын үй болуды қалай істейтінін білмейді. Сондықтан екеуіне осылай бір тапсырма берейік, жақында ғана отбасын құрғандарға. Жаңағы 60 жастан асқан адамдардың love story-ін көру менің ойымша артық болмайды, құрметті көрермендер. Бұл бір әдемі көрініс сияқты. Үлкен адамдардың махаббатқа деген көзқарасы қызық қой негізі. Құрметті көрермендер, бұл жұп танысу клубында таныспаған, Айша кіз танымай отыр, бұларды мен танымаймын деп. Жоқ, біз бұл тақырыпқа сай болғаннан кейін, Жұмағали ағамыз пен жарының осы видеосы әлеуметтік желіде кең танылып кеткен. Сондықтан енді бір үлгі болсын деп көрсетейік дедік. Жұмағали ағамыз мені байланысты отыр. Сәлеметсіз бе, күйеу жігіт? Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай, қайырлы күн? Жақсы, аман екен. Иә, мынау love story-ді қашан түсірдіңіздер? 60 жаста. 60 жастыққа арналған тойдың love story ма бұл? Иә, 60 жастықы бұл. Жарыңызбен жалпы неке қиғаныңызға қанша жыл болды? 37 жыл. 37 жыл, супер, керемет. Жалпы берік отбасылық қарым-қатынастың негізгі қағидасы қандай аға? Сіз айтыңызшы, жарыңыз қайда? Неғып жалғыз отырсыз, соны айтыңызшы маған. Татулық, сыйластық қой. Татулық, сыйластық. Сүйіктіңіз қайда деймін? Жұмыста, босатқан жоқ жұмыста. Шығармай қойды ма жұмыстан, жарайды. Қазір келетін кезде алдынан шай қоясыз ба, әлде бәрін өзі істей ма? Шай қойып қоям, ерте келсем. Ол кісі ерте келсе, маған шай қойып қояды ғой. Тамаша, супер. Көп рахмет сізге аға. Ұзақ, әдемі ғұмыр болсын. 80 жаста екеуіңіздің кішкене еңкейіңкіреп жүрген видеоларыңызды әлеуметтік желіден тауып алып көретін болайық. Иә? Той құтты болсын, бәрі жақсы болсын. Айша, енді жалпы осы бұл бизнес па? Бизнес емес. Бұл сіздің ісіңіз, иә? Негізі өзіңіз немен асасыз? Негізі жұмыс жасамаймын, отбасында. Сізге жалпы әдемі эмоциялар сыйлайтын, эндорфин сыйлайтын осы жұмысыңыз, иә? Осы кеш. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет. Менің ойымша бүгін біраз бизнес иегерлері, біраз мемлекет тарапынан адамдар көрді. Содан кейін
мына кісіге хабарласу керек екен деп ұсыныстар айтатын сияқты. Не болса да еліміздегі тату берік отбасылардың, жұптардың көбеюіне қосып жүрген үлесіңіз үшін рахмет. Міне мына жақта жұптың үйі дайын болып қалды. Екеуі бірге тұрғысын деген тапсырма берген едім. Екеуі бірігіп үй болудың ережелерін өздері ойлап тауып жатыр. Ең бастысы, қалайда әйтеуір бір нәрсе құрастыру еді ғой. Тамаша. Құрған шаңырақтарыңыздың шаңырағы биік, оғы тең, керегесі кең болсын. Лайым, бала шағаларыңызбен шұбырып жүріңіздер. Келіншегіңізге де осындай күлістерден көп сыйлық беріп тұрсаңызшы. Жақсы көреді екенсіз. Мені осылай тиісіп қалу ғой. Рахмет сізге, Айша. Жақсы, құрметті көрермен, әзіл қалжыңды араластырып, әйтеуір маңызды тақырыптарды бір талқылап алдық. Өмірде негізі әзілмен кейбір жағдайларды әдемілеп жіберген артық етпейді деп ойлаймын. Аздаған үзіліс, содан кейін хабарымыз жалғасады. Өмір көркем, әсіресе сенің қалауыңды естіп тұрғанын білген кезде. Қазақстан ұлттық телеарнасы, жалпы Қазақстан телерадио корпорациясы әрдайым көрерменнің сұранысына құлақ асады. Естуші мемлекеттің негізгі қағидасы да осы деп ойлаймын. Үнемі көрерменнің қалауы, сұранысы, көрерменнің ішкі түйсігіне үйлесімді жобаларды жаңа маусым сайын ұсынып отырады. Міне осының белгісі ретінде сіздерге ел сүйіп қалған, ел жақсы көретін, қызығушылықпен қарайтын және үнемі жақсы рейтингтер беретін. Оның көрсеткіші ретінде теледәрігер жобасы. Жобаны жақсы білесіздер, күн сайын тікелей эфирден көріп жүрдіңіздер. Бұған дейін 200-ден астам шығарылымы көрерменді мазалаған, мыңдаған сұраққа жауап тауып үлгерді. Енді бұл жобаны халықтың онлайн емханасы деп айтып кетті көпшілік. Осы дәрігерге бармайтындар, өзінің денсаулығын кейінгі орынға қойып қойғандар. Тікелей эфирге келген дәрігерден ем сұрап, солай өзіне өзі көмектескен де жағдайлар болды. Енді осындай игі жоба Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесінде де үздік деп танылған болатын. Егер естеріңізде болса, әріптестеріміз үшін біз сондай қуаныштымыз. Енді құрметті көрермен, теледәрігер осы маусымда, жаңа маусымда көрерменнің толасы сұранысына сәйкес қайтадан тікелей эфирге шығуға дайын. Біз қазір теледәрігердің ешқашан ауыспайтын жүргізушісі, үнемі осы жобадан кейін денсаулық мәселесін. Шын айтам, Гүлжазира, содан кейін кішкене жетеліп қалсаң болды, сен ананы дәрігерге қосайын ба, сен үйтіп жіберші, сен бүйтіп жіберші, сен неге ауырып тұрсың, көңіл кең жоқ қой деп, өзі дәрігер болып кеткен сияқты көрінеді. Гүлжазира Берікқызы бүгін студиямызға арнайы келіп тұр, бәрін айтып беру үшін. Қалайсыздар, жігіттер? Операторлардан мені көріп қойып отырам. Гүлжазира келсе, жетеле бастаймын ғой. Аллергия десін. Енді ана жерім ауырып тұр, мына жерім ауырып тұр деп бастаймын, Гүлжазира келсе. Не істесем болады деп. Бірден топ беріп бәрін. Қош келдіңіз, Гүлжазира ханым. Қыста емделу керек аллергиядан деп бастаймын. Ойша. Келеді қыс. Өстіп жүріп қысқа жеткізем ғой. Өте қуаныштымыз. Жақсы жаңалық. Теледәрігер шынымен де бірінші көрермен үшін қуаныштымыз. Өйткені шыны керек ауыл аймақта дәрігерге баруға шамасы жетпей қалатын тірліктегі адамдар өте көп. Осы жердің өзіне кейде дәрігер келіп қалғанда хабарласады, ана жерім, мына жерім дейді. Біз оны әрине сөгіп жатамыз, бірақ шынды айтына келгенде шама жоқ, түсінеміз. Сондай кезде теледәрігер өте бір таптырмайтын жоба. Қанша рет болады аптасына? Құрметті көрермендер, енді әр сенбі сайын 16:45-те ұлттық арнада Астана уақытымен 16:45, батыста 1 сағат кейін, тағы да естеріңізге салып кетейін. Біз сенбі сайын тікелей эфирде жаңа форматта, жаңа бағытта эфирге дайындалып жатырмыз. Бұйырса, ертең алғашқы эфир осы маусымда. Құдай қаласа, асықпай ерте, түсте тұрып, шайды ішіп, түскі асқа қарай бір жақындай бастаған кезде бәрі үйде болады. Сол кезде бір диванға жайғасып, теледәрігерді көріп, таным көкжиегін кеңейтіп аламыз. Қандай өзгерістер болады, не болады? Биылғы жаңа маусымда, жаңа бағытта, жаңа форматта деп айтып жатырған себебіміз, теледәрігер бұрын соңды көрермендердің тікелей қоңырауына жауап беретін, WhatsApp-қа жазған сұрақтарына жауап беретін. Енді көрермен кез келген өзінің денсаулығына қатысты барлық сұрақты осы студияға келіп, тікелей бірнеше дәрігерде құралған топтан кәдімгідей кеңес алып, диагнозына қатысты барлық сұрақтарына көрермен келеді. Кейіпкерлеріміз, көрермендеріміз келіп, 1 сағат бойы сол кісінің денсаулығын түгел Малышева болайын дедім. Жоқ, біз қазақстандық теледәрігеріміз. Әзілде ертең Малышева болып кетті.
Друзья деп. Достар деп па? Достар деп бастап кетеді, дәрігерлер солай кейіпкерлер келеді. Жалпы енді кез келген жоба ол журналистке, оны жасайтын адамға әсерін тигізеді. Мен Гүлжазираны енді құрметті көремін, біз Гүлжазираның құдашасы болған адаммын ғой. Қанша жаңа айтып екеуміз грим бөлмесінде күлкі қылып жібермекші осы деп. Қанша жыл таныспыз. Бірақ мен бұған дейін әсіресе Алматыдағы Гүлжазираның андай бір дәрігер, медицина тақырыбына жақын деп ешқашан еш ұйықтасам түсіме келмепті. Шыны керек. Теледәрігер тоқтап қалған мен де эфирде болмаған, мен де Гүлжазира өзінің жеке YouTube арнасында дәрігерлермен әдемі сұхбаттар ұйымдастырып жүрді. Демек, медицина тақырыбы жүрекке жақын болып кетті ғой. Иә, енді басында теледәрігер коронавирустың жаңағы карантин кезінде ашылды ғой. Енді біз бір шама уақыт күн сайын коронавирус туралы айттық, ағзаға қалай әсер етеді, емделеді. Одан кейін тақырыптарымыз ауысып, ағзаның әрбір мүшесіне арналып, түгел толықтай ми, бауыр, жүрек бәріне толықтай ұжыммен дайындалып, күн сайын тікелей эфирге шығып жүрдік. Күн сайын естіп, күн сайын дәрігерден тыңдағаннан кейін кәдімгідей біршама ақпарат жинап, біршама көзің жетеді екен. Сондықтан мені де бұл тақырып қызықтырды. Теледәрігердің арқасында мен де анализ тапсыратын болдым, мен де уақытылы скринингке баратын болдым. Д3 дәрумені қалай қабылдау керек, балалар ауырса не істеу керек деген дүниелердің бәрін осы жобадан үйрендім. Дәрігерлер кішігірім жұлдыздар. Иә, әрине. Өйткені мен жалпы өзіміз білеміз, Таңшолпанға болсын, қай жобаға болсын, тікелей эфирге дәрігер келген кезде, егер елдің есінде қалған дәрігер болса, хабарласып, атын айтып, қалай істеп атады адамдар, әсіресе тұрақты түрде телеарна көретіндер. Теледәрігердің осы 200-ден астам, енді 200-ге жоқ шығарылымында жұлдыз болып қалған дәрігерлер бар, міндетті түрде. Сіздің аты жөні бәрі есіңізде ме? Енді тұрақты үнемі жиі келетін дәрігерлерді әрине есімде, араласып тұрамыз. Біздің WhatsApp желісінде чатымыз бар дәрігерлердің. Бұл жоба жабылып қалса да, достық қалды, араласамыз, бірімізді туған күнімізбен құттықтаймыз. Кез келген сұраққа олар көмектеседі, жауап береді. Маған да туыстарым, таныстарым, достарым үнемі дәрігер сұрап хабарласады. Сол кезде мен де іздеймін, тауып берші. Сол ұжыммен, дәрігерлермен чатымыз тараған жоқ. Біз қазір сол дәрігерлердің үзінділерін көрсете жіберсек. Жақсы. Бұл Жанна Кеңесбек қызы, біздің косметолог, дерматолог дәрігеріміз. Сен жерлесің, Әйгерім, Қызылорданың қызы, өте пысық. Шаш күтімі, бет күтімі, безеу, жалпы теріге қатысты барлық сұрақтарға осы Жанна Кеңесбек қызы күшті жауап береді. Келесі дәрігерді береді. Өте көбейіп кетеді және бұл ауыртады. Әрбір тамақ, бізге де келіп жүр. Гүлмира Ерболқызы дымық, қазақ тілді бірден бір гастроэнтеролог мамандардың бірі. Бұл кісінің арқасында біз асқазан ішек жолдарының жұмысы, ішектегі құрттар, барлық нәрсені үйрендік. Тіпті үлкен дәреттің қандай түрі болады, сипаты болады, соның бәрін осы кісіден үйрендік. Осы кісі көрсетті эфирде. Біздің эфирімізде ол кісі қызыл түсте бояғыштардың кармин деген құрттардан жасалатын айтып берген. Содан кейін есімде көп адам дәрекетке жазған, карминнің құрты бар болсын деп. Мына жігітті енді мен танымай тұрмын, шатаспасам нейрохирург болу керек, эфирге бір-ақ рет келген болу керек. Шоқан Жарекешев. Шоқан? Шоқан Жарекешев. Мен есімде жоқ, бір-ақ рет келген. Жігіттермен онша араласпайды. Әлі нейрохирургия қызықтырмай ма? Нейрохирург дәрігер болу керек, шатасып білмей атырмын. Мұтып қалғанмын ғой. Маммолог сияқты мына суреттерге қарағанда. Жоқ, бұл кісі Әсел Дуланбаева, бұл кісі эндокринолог, дәрігер. Бұл кісіні танимын, жақсы танимын. Бұл кісіге хабарласу, жазылу, консультация алу өте қиын. Жалпы эндокринологтар үнемі үлкен сұранысқа ие, жақсы эндокринолог. Тағы біреуін берейік сонымен. Бұл кісінің де аты жөні есімде жоқ, бірақ маман, қандай маман екені есімде. Менің аттасым. Әйгерім, бұл кісі косметолог, дерматолог. Және эфирге келген есімде, бұл кісі жүкті болып эфирге шақырған. Біз қатты есімде қалды, атын ұмытып қалған. Әйгерім Құдайбергенова. Ұмытпаңыз. Сәлем Әйгерім ханым, қазір бөпесімен үйінде отырған жар. Солай, құрметті көрермендер, біздің жүргізушілер осындай. Әрбір кейіпкерді жатқа біледі, қалай келгенін, қандай көңіл күймен келгенін, қандай көңіл күймен кеткенін, тіпті көрермендер хабарласып, қандай сұрақтар қойғанын бәрін айтып береміз, керек болса. Сонымен теледәрігер сіздің өмірге әсер етті. Әрине. Қазір өзіңіз медициналық тұрғыдан сауатты,
саналы. Кеңес бере алам, бірақ енді мен дәрігер емеспін деп айтам, жаңа әлеуметтік желідегі парақшаларға анализдарын жіберіп жатады. УЗИге түскендер не болып жатыр қарап беріңізші деп. Мен енді барымша көмектесіп, дәрігерлердің қалай байланысқа шығуға болады, қайда қаралуға болады, қайда тексерілуге болады. Қарапайым сайттан, мысалы, ұлттық орталықтар бар, осы жерге хабарласасыз, осындай контактілер бар. Оңай жол менен сұрап алу. Жоқ, шыма ортадағы әдем бір алтын көпір сияқты. Енді бұйырса теледәрігерді сұраныс көп жоба ғой, сондықтан тек сенбе емес, басқа күндерде де көбейсін деген тілек айтамыз. Ұжымдарыңыз кең болсын, табыстарыңыз көп болсын, жарнама көп болсын, жалпы ұсыныс көп болсын. Бірақ ең бастысы халықтың саулығына оң ықпалы болсын. Өйткені бәрібір де саналылық, денсаулыққа қатысты адамдардың әркімнің өз жауапкершілігі осындай бір насихат арқылы жүзеге асатын сияқты ең бір сауапты жобалардың бірі. Сіздің кармаңыз тазаланып жатыр. Ал Гүлжазира ханым, енді біздің шығармашылық ұжым, білмеймін енді. Мына жағадан дүниеге келген сәбидің ағзасы деймін. Тап-таза деп бүліп тастаймыз. Жоқ, сәбидің ағзасын қойыңыз. Біз қазір ойын ойнаймыз. Не істейміз? Бұл сіздің қолыңыздағы ұсақ моториканы дамытудың тәсілі. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Сізді кішкене болса да осы жобаға ертең эфирге қатты дайындалып, шаршап кетіп жүресіз жатырмын. Көріп жүрмін ғой? Күнде жүресіз де істеп жүреді ғой. Сондықтан қазір бұл енді біздің жеребеміздің түрі болсын. Мына жерге себет қойып қойды. Қыздар кімдікі себетке түспейді, сол сұраққа жауап береді. Сұрақтар біздің жалпы ұлттық арнаның жеке аккаунтында болсын, құрметті көрермендер, жүргізушілер туралы сұрақ өте көп. Дайректке, жекеге келетін. Жүргізушілер көбіне енді жауап бере бергісі келмейді деген сияқты. Өмір көркемге біздің ұлттық арнаның бүкіл жүргізушісі келіп кеткен. Бүгін енді Гүлжазира туралы сылтау мен күріштің арқасында күрмекте су ішіп қалсын, мен туралы ақпарат біліп қалайық. Мен шыны керек сұрақтарды көрген жоқпын. Сыртына лақтыра берсем. Сондықтан сұрақтар болады дейді біз туралы. Кеттік. 1, 2, 3. Мені кім түскен? Сүйекі түсті, мен кісі Жақсы, сұрақты көрейік. Сұрақ қайдан шығады? Құрметті редакторлар, сұрақ қоясыздар ма? Не істейміз? Мен планшеттен оқимын ба? Экраннан оқы. Бәсем маған берілген жоқ. Сүйікті тағамың дейді. Мен жауап беруім керекпін, е? Мен сұрақ қоям бітті. Менікі түсті, мен сұрақ қоям. Сүйікті тағамыңыз қандай? Мен енді астары бар сұрағын, ол теледәрігердің жүргізушісіне қой. Мен тамақты енді талғап бүйтіп таңдап жемеймін. Алдыңа қойғанда қуанатын тағам бар ма? Қуанатын тағам. Или қай кезде жесең де бас тартпайтын тағам? Өзім дайындаған мантым шығар. Манты, білдім ғой, кеттік ал. Өзі дайындаған манты. Гүлжазира дайындаған мантыны ертең эфир біткеннен кейін бәрі жеп қайтамыз. Болды, әсіресе жаңа пәтерлі болып жатыр Гүлжазира, жаңа қоныс құтты болсын. Кеттік ал. 1, 2, 3. Менікі түскен жоқ. Ал енді мен саған сұрақ қоямын. Жақсы, кеттік ал. Ал Айгерімнің сұрағы қандай болады? Ең жақсы көретін исің дейді. Әтірдің атын айту керек. Қызымның исі. О, тамаша, керемет. Қызым терлеп, билеп болады, сосын еңбегінен тердің иіс шығады. Соны иіс сәбидің иісі ең тәтті иіс, дұрыс. Перзентханадағы сәттерін есіне түседі. Кеттік. Оп, менікі түскен жоқ тағдыр. Осындай да білінеді, дене шықтырға бармаған. Сұрақ бар ма, болды ма, құрметті редакторларымыз? Караокеде үнемі таңдайтын әніңіз. Бұл кісі әнші. Бүкіл ұжым біледі. Жолтай тюльпаны да айта береді. Мен қызым баяғыдан бері айта береді ғой. 2008-де Таңшолпанда бірге жұмыс істейміз, содан бері айта береді ғой. Басқасына даусым жетпейді деп. Кішкене жасыңыз үлкен екенін көрсетіп қойыңыз ғой. Кеттік. Екеуміз бірдей сұраққа жауап. Жарайды, бірге жауап берейік. Сұрақты берейік кәнекей. Екеумізден бір дуэт шығарса ол қалай айталар еді? Екеумізден. Көркем дәрігер. Өмір медицина. Көркем медицина. Медицина қалай көркем болады? Жақсы. Айжазира. Жазира. Сондай болады қысқасы. Жоқ, кішкене оригинальный дейді, продюсерлер. Ерекше бір ат атабайықшы. Қызыл сары ақбоқ десең сияқты ма? Білмеймін. Жақсы, тағы бір сұрақ бар дейді, жарайды оның.
әлеуметтік желіге жазармыз дуэтіміз туралы. Әйтпесе бенефис болып Ән кетті. айтылмайтын дуэт болатын шығар. Жылтый тюльпаны. Сары қызғалдақтар деген дуэт құрайын деп жатырмыз. Кеттік бір. Оп. О, Әйгерім жауап береді. Тағы бір сұрақ сонымен. Кәні шаршаған кезде тыныштықты қайдан табасың? Сіз жауап бересіз. Мен сұрақ қойдым, менікі түсті ғой. Мен ба? Шаршаған кезде тыныштықты қайдан табасың? Бұл менің ойымша жауап көпшілікке пайдалы болатындай жауап, бе? Негізі бар ғой, біздер жалғыз қалатын мүмкіндігіміз жоқ та, жұмыста жұммен жүресің, үйге келгенде балашаға. Сондықтан шаршаған кезде ең керемет тәсіл жалғыз өзің далаға шығып серуендеп қайту. Және YouTube-та миды тыныштандыратын күшті музыкалар бар. Рекламасыз күшті жүреді. Соны тыңдасаңыз жақсы болады. Немесе қыста енді далаға шығу қиын болса, онда жылы ванна қабылдайсыз. Тағы бір сұрақ бар дейді. Сұрақтары көп екен Назеркенің бүгін. Иә, біздің сценарий авторы Назерке біраз бірге түсті жақсы симан қоямыз. Кезек-кезек болсын, кеттік. 21 жастағы өзіңе қандай кеңес берер едің, Әйгерім? Батылырақ бол. Бірақ ол кезде мен тым батыл болдым. Сенімдірек бол. Алматыға келген кезде емес па? Эфирге Таңшолпанға кастингке қатысқан кез. Өте пысық болатынсыз. Бірнеше өткен жақта. Қазір де сондай ма ғой? Айгөлекке сценарий жазып, Таңшолпаннан шығып. Негізі Гүлжазира екеуміз ең пысық ұжымдағы ең пысық екі қыз болатынбыз. Бірнеше жобаны қатар алып жүретін. Менің ойымша, ең бастысы өзіңе көңіл бөлу, сонымен бірге қалып қоймау керек, е? Теледәрігер ертең 16:45-те тікелей эфирде хабарласыңыздар. Енді кейіпкер келеді екен, біздің сұраққа жауап бермейтін болды ғой деп ойлап қалмаңыз. Кейіпкермен бірге сізде WhatsApp желісіне сауал жолдап, қоңырау шалып, студияға келетін бір емес 4 бірдей білікті, білімді дәрігерлерден кеңес ала аласыздар. Иә, өмір көркем дүйсенбі 13-да кездескенше аман болайық. Сау болыңыздар.